Ассаламу алейкум шәкірттер, мен Жомарт Батырбек, арабтың тілінің маманымын. Бүгінгі видеода кірме сөздер, яғни арабтың тілінен бізге қазаққа енген кірме сөздер айдары. Бүгінгі видеода мен бір сөйлем дайындап қойдым. Сөйлемде 14 сөз бар. Осы сөйлемнің ішінен, яғни 14 сөзден құралған сөйлем бар дедік қой. Осы сөйлемнің ішінен бір ғана қазақша сөз табатын болсаңыз, сіздің счетыңызға 14 мың теңге аударып жіберемін, яғни әр сөзге 1000 теңге. Ол сөйлем мынандай: мектеп ұстаздары, медресе мұғалімдері сыныптағы тәлімгерлерге мақал мәтелдерді сипаттады. Талабыңа нұр, ниетіңе береке тәлімгер. Деген осындай сөйлем екен. Мен қазақша сөз айтып тұрған сияқты, қазақша сөз емес, сөйлем айтып тұрған сияқтымын да қазақтың тіліндегі. Бірақ түбегейлі барлық сөзі арабтың тілінен енген сөз екен. Яғни біздің осы видеомыз кірме сөздер айдарына арналады екен. Енді осы сөйлемдегі сөздерді жеке-жеке талқылап шығамыз. Мектеп ұстаздары, мактаб, арабтың сөзі мактаб. Устаз. Медресе мұғалімдері, мадраса. Муаллим, медресе мұғалімдері. 4 сөз болды ма? Сыныптағы тәлімгерлерге, сынып. Мектептегі балалардың сыныпта оқиды ғой, класста. Сынып. Түрки сөз емес, арабтан енген сөз екен. Сыныптағы тәлімгерлерге ta'lim үйренуші, ta'lim. Не істеді? Мақал мәтелдерді сипаттады. Мәсәл. Екеуі де арабтың сөзі екен, түрки сөз емес. Не істеді? Сипаттады. Сипаттап берді. Яғни мектеп ұстаздары, медресе мұғалімдері сыныптағы тәлімгерлерге мақал мәтелдерді сипаттады. Талабыңа нұр, ниетіңе береке тәлімгер. Талап, нұр, ния, барака, ta'lim. Осы арабтың сөздерінен құралған сөйлем екен. Мен қазақша сөз айтып тұрған сияқтымын. Бірақ барлығы арабтан енген сөздер екен. Енді осы 14 сөзден құралған сөйлемнің ішіндегі ең құрғанда бір сөзі қазақша, яғни түрки сөз екендігін дәлелдеп берсеңіз, сіздің счетыңызға 14 мың теңгені салып жіберемін. Яғни біздің сөйлем 14 сөзден құралған дедіге, міне 10 мың теңге және 4 мың теңге. 10, 11, 12, 13, 14. Міне осы 14 мың теңгені сіздердің араларыңыздан егер бір кісі осы мен айтқан сөйлемдердің арасынан ең құрғанда бір сөздің қазақша екендігін маған дәлелдеп айтып берсеңіз, осы 14 мың теңгені сіздің счетыңызға жіберемін. Сөйлемді қайтадан қайталаймын. Мектеп ұстаздары, медресе мұғалімдері сыныптағы тәлімгерлерге мақал мәтелдерді сипаттады. Талабыңа нұр, ниетіңе береке тәлімгер. Деген сөйлем екен. Ендеше іске сәт, осы мен айтқан сөйлемдердің арасынан қазақша сөз тауып маған осы видеоның астына пікір жазып қалдырыңыздар. Және де сіздердің араларыңыздан осындай сөйлемдер құрап маған ұсыныс ретінде жіберсеңіздер болады. Осы видеоның астына. Бүгінгі видеомыз қазақтың тіліне арабтан енген кірме сөздер айдары болды. Мен Жомарт Батырбек, арабтың тілінің маманымын. Егер сіздер арабтың тіліне қатысты, арабтың грамматикасына қатысты менің ақылы курстарыма қатысқыларыңыз келсе, осы видеоның астына пікір қалдырсаңыздар болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.